Мына әлемді Құдай не үшін жаратты? Не үшін тура және тура емес жол жаратты әлемнің ішінде? Неге бәрін бірыңғай жақсы қылып жаратып қойған жоқ? Құдай егер бәрін білетін болса, бәрін біліп тұрған болса алдын ала, онда сонда әшейін кино көріп қызық қуып қарап отыр ма не? Не үшін бұлай? Сонда Құдайдың даналығы, ұлықтылығы осындай ғана дәрежеде ма не? Қайда Құдайдың әділеттілігі? Деп бір атеист братишкамыз өзін мұсылманмын деп жүрген братишкамызға сұрақ қойған екен. Әлгі өзін мұсылманмын деп жүрген братишка өкінішке орай өзінің ойын ашық жеткізе алмай жауап бере алмады. Әлгі мұсылманмын деп жүрген жігіттің жауап бере алмауының себебі, өйткені өкінішке орай көп мұсылманмын деп жүрген жігіттер, қыздардың көбісінің проблемасы бәрі бүкіл нәрсені әшейін жаттанды жасайды. Еш қайсысы ақиқи Құдайды іздеп, Құдайға деген сенім, Құдайға деген махаббат, жалпы сенім деген не, ол Құдай деген кім деген сұрақтардың жауабын өзіне әлі алмаған. Анау бүйтіп айтты, мынау сөйтіп айтты деген нәрсемен ғана шектеліп, мешіттегі бір-екі уағызбен ғана шектеліп, өзінің миын сонымен тынышталдырып жүрген біреу. Ал когда жаңағындай атеисттар былш еткізіп, миды жарып жіберетін сұрақ қойған кезде жауап бере алмай қалады. Сол үшін Құдайды тануға тырысу керек. Сен Құдайды танитын болсаң, әлгі атеисттардың сөздері сенің жүрегіңе 1 грамм, 0,1 миллиардтан 1 грамм күмән түсіре алмайды. Не үшін жаратты Құдай? Құдайдың ісіне кірісе алатындай, ол сенің бауырың бет, досың бет, общение ұстап жүрген, бастығың бет. Ол Құдай. Оның ұлылығы сол. Құдай болғаны үшін ол бәрін біледі алдын ала. Сол бәрін біле алатын ұлықтылығы болғаны үшін Құдай. Енді әлгі сұраққа қысқаша жауап беретін болсақ, Құдай мына әлемді жаратты өз еркімен. Ол енді неге сен оны үйт жараттың деп сұрағың келсе, өлгеннен кейін сұрайсың. Жалпы мынау Құдайға қатысты бүкіл мәселені өлгеннен кейін ғана біледі ана. Ойбай, сен де сәләфисіңдер, уахабилерсіңдер деп ұрысудың орнына лучше бәрін бір ауыздан бауырмашылдыққа шақыратын методика ол ма нәрсе? Не істейсің сен Құдайыңды іздеп, қаяқта ол не істеп жатыр? Олай ойламай қойш, ең лучший вариант Құдайға қатысты мәселені Құдайдың өзіне тастау емес па? Мысалы, мен көлікте отырмын, қасымда міне 570 тұр. 570-тің ішінде бір орыс, бір қазақ отыр. Бір орыс, бір қазақ отыр. Мен қасымда бір жігіт отырады, мен екеуміз спорт етеміз. Ол айтады маған, ананың ішінде дұңға мен Қытай отыр дейді. Мен айтамын, оның ішінде араб пен түрік отыр деймін. Екеуміз, ана жол, ана ұстаз айтқан, мына жақта мына ғалым айтқан, пытырласып, чуть ли бет жұлысуға дейін барамыз. Спорт етеміз. Ішінде ана отыр, мына отыр деп. Негізі қазақ пен оны орыс отыр. Бірақ екеуміздің осылай спорт еткенімізше ең лучший вариант не? Машинадан түсіп, ана машинаның есігін ашып көре салу емес па? Кім отырған? Дұрыс па? Тура сол сияқты Құдайға қатысты мәселені не істейсің сен ақтарып? Өлесің, өлгеннен кейін көресің ақиқат. Все болды. А сенің мына өмірдегі миссияң не? Мына өмірдегі миссияң ешкімнің ақысына кірмеу, ешкімнің ала жібін аттамау, ешкімді алдамау, әділетсіздікке мұрша бермеу, әділетсіздік жасалып жатса максимально әділеттіліктің болуына күресу. Болды, сенің негізгі миссияң осы. Құдайдың мәселесіне сен кірме, Құдай өз жаратты. Не Құдай әділетсіз ғой, мына жақта жақсылық пен жамандық жаратып қойды. Анау неге бәрін жақсы қыла салған жоқ? Вот именно сенің Құдай әділетсіз ғой деген сөзіңе, міне Құдайдың әділеттілігі осы жерде как раз. Жаман мен жақсыны жаратуында Құдайдың әділеттілігі осы жерде. Егерде Құдай бәрі бірыңғай жақсы амалдар жасайтындай қылып қойғанында, онда бұл Құдайдың тарапынан құлына деген еркіндік бермеу болатын еді. Вот как раз таки Құдай әділетті болған үшін құлына еркіндік берді. Таңдау иелігін берді. Таңда деді. Бірақ ескертті. Кемелдікке жету жолы бар. Және де наданшылықтың кемелдігіне ниже плинтуса түсетін жолы бар. Таңдау сенің еркіңде, құрметті құлым менің. Міне менің әділеттілігім саған. Осы жерде жақсылықтың өлшемі жасалады. Егер второстепенный мына жерде жамандық болатын болса. Егер жамандық болмайтын болса, онда жақсылықтың өлшемі қалай жасалады? Ал сұрақ сіздерге. Үшін жауап осындай. Толығырақ жауап керек болса,
мына видео нормальный просмотр жинаса, ona нормальный толық жауапты салатын боламыз. Құдай, Тәңір, God, Бог дейсіңдер ма, кім дейсіңдер? Бәрі бір объект, бірақ бір создатель, бәрі бір ұлы жаратушы ие. Сол объекттің берекесі болсын баршаңызға.